Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жалпы өзімнің практикам жайында бөлісемін. 1-90-ның каникулы да бітті. Сонымен орай жаңағы балаларды қалай мектепке дайындау керек? Жалпы баланы мектепке дайындаған кезде қандай оқулықтар қолдану керек? Сол жайында өзімнің практикаммен, опытыммен бөлісемін. Қараңыздар. Міне Жукованың букваре, шынымды айтсам, бұл кітаппен бала оқып кетеді. Әрине, баланы бірінші жаңағы оқыту, бірінші әріптерді таныту, және де бірінші жаңағы слогтарды, буындарды бір-біріне қосып оқыту өте қиын. Сондықтан да мына кітап оған баланың оқығанына, үйренгеніне жеңілдетеді. Мысалы, бірінші сіз А әріпі, одан кейін У әріпі. Одан кейін А, У бірге қосып үйретеді, қосып оқытып үйретеді, Ау деп. Жаңағы А, Б деп ары қарай жаңағы әріп бойынша, алфавит бойынша үйретпейді. Бұл жерде жаңағы адамға, жаңағы кішкентай балаға қалай ыңғайлы оқып үйреніп, солай үйретеді. Мысалы, қараңыздар, келесі үшінші әріп О, одан кейін М. Енді бәрін қосып үйретеді, қосып оқытып үйретеді. Мысалы, Мо, Уа, Ау, Ом. Міне, осылай жаңағы бала оқыған сайын осылай шынымен де тез оқып кетеді екен. Менің бірінші қызым осы кітап арқылы оқып үйренді. Екінші қызымды да қазір осы кітап арқылы оқытып үйретіп жатырмын. Шынымен де қазір ол әріпті тани бастады, және де бір-біріне жаңағы мына буындарды қосып үйреніп тез оқып бастады. Сол жаңағы Жукованың мектепке дайындық ретінде қараңыздар, пропистері бар. Бірінші, екінші, үшінші. Шынымен де бұл пропистері де өте жақсы, ыңғайлы оқығанға балаға. Қараңыздар. Міне, бірінші әрине жаңағы сызбаларды жазып үйретеді. Одан кейін міне жаңағындай ирек сызықтарды жазып сызып үйретіп көрсетеді. Одан кейін жаңағы ақырындап қана барып әріптерді үйретеді. С, Х. Математикаға міне Елена Бортникованың мынандай кітаптарын қолданамын. Так, учимся писать цифры для детей 5-6 лет. Міне, бірі саны, одан кейін міне қосу, алу, қарапайым әдіспен балаға сандарды тез жазып үйретеді. Шынымен де бұл өте жақсы көмектеседі, себебі мен қазір бірінші класстағы қызымның кітаптарына қарасам, олар әлін кешейін осындай жаңағы сызықтарды, мысалы, мен мынандай сызықшаларды толық сызып, мынандай түрлі ерелік сызықтарды сызып, сөйтіп үйреніп жатыр. Сондықтан да подготовительный класстарда, подготовительный жаңағы мектепке дайындық барысында міндетті түрде осыларды қолдану керек деп ойлаймын. Сол кезде баланың қолы тез-тез үйреніп кетеді де, кейін жаңағы бірінші классқа барған кезде мектептегі жаңағы бағдарламаның сызбаларын бәрін тез жазып отырады. Өте жақсы, бар жоғы бір 200 теңге ма, 300 теңге ма тұрады. 32 бет, өте жақсы. Одан кейін учимся решать задачу деген бар. Жаңағы учимся писать цифры, бірінші жаңағы сандарды жазып үйреніп алады, одан кейін учиться решать задачи. Сіздер жаңағы білесіздер, бірінші классқа барған кезде бала 10-ға дейін санап, және 100-ге дейін санап, және 10-ға дейін қосу алуларды білу керек. Мысалы, міне мына жерде түрлі жаңағы есептер бар. Сол есептерді баланың жаңағы логикасына байланысты шешеді. Одан кейін жаңағы сандарды қосып алады. Түрлі суреттермен, жаңағы жан-жануарлардың, құстардың суретімен келтірілген жаңағы есептер. Сондықтан да ол есептерді балаға шығару өте қызық болады. Одан кейін келесі ағылшын тілі. Прописті біттік, математиканы біттік, енді міне ағылшын тіліне келсек. Ағылшын тілінен міне первые слова дейді. Ең бірінші жаңағы алфавит и прописи, осыны үйреніп алу керек. Міне, мысалы, міне К, Л, К, міне Кей, ламп. Міне К әріпін бітіп соңына дейін жазу керек. Міне үлкен әріп, кіші әріп, Л әріпін және де мынаны бояу керек. Санды бояу, әріпті бояу керек, және де мына мысықты, арыстанды бояу керек. Сол кезде жаңағы баланың есінде қалады. Бұл жаңағы алфавитті үйренеді осылай.
Одан кейін жаңағы бірінші сөзі. Бірінші сөзі әрине кішкене қиынырақ болады, бірақ алфавит үйренген балаға жеңілірек болады деп ойлаймын. Мысалы, міне my body, мое тело, голова, нога, рука, бәрін жаңағы бірге отырып боясаңыздар, тіптен жақсы болады, бала тез үйренеді. Оқи алатын балалар бұны міндетті түрде өзі оқиды, сондай-ақ міне суретін салып береді, бояйды. Стрекоза деген баспаныкі екен. 2015 жылы жарыққа шыққан, 32 бет. Менің қателеспесем, бір 150 теңгедей тұрады, бірақ көмегі өте зор. Міне математиканы біттік, прописті біттік, ағылшын тілін біттік. Енді мен қыздымды жалпы логикаға үйрету үшін веселый урокидің кітаптарын қолданамын, кітапшаларын. Бұл міне жаңағы 5 плюсым. Это развиваем память, мышление, внимание, мелкую моторику. Жерде де мысалы түрлі тапсырмалар берілген. Тапсырмалардың бәрінде жаңағы міне суреттер бар, жазулар бар. Сондықтан да балаға өте ыңғайлы және де оңай болады оны орындауға. Как можно одним словом назвать предметы, нарисованные на картинке, дейді мысалы міне. Бала әрине бұны көріп жүрген бала білет. Дорисуй последовательность. Мне. Что нарисовано в верхнем правом углу, что нарисовано в нижнем левом углу. Яғни жаңағы правый, левый, вверх, вниз дегенді ажырата білу керек бала. Сондықтан да мне мынандай тапсырмалар беріледі. Мне есептер, мысалы, мне 6, 4 тең 10. Не істеу керек? Қосу керек па? Қандай знак, жаңағы қандай знакты қою керек бұл жерге? Готовим руку к письму, дейді, аккуратно обведи. Мне мыналарды, мысалы, аккуратно надо обвести. Бұл да жаңағы прописке дайындық. Демек, мына жерде логикада, математикада прописте бәрі бар. Жалпы веселый уроки өте жақсы кітаптардың бірі. Мне осы үшеуін, осы үш кітапта жаңағы мне учимся писать цифры, прописи, және английский язык, алфавит и прописи. Осыны күнде балаңызға оқытып отырсаңыз, 1 сағатты бөліп, әрине өз жемісін береді. Себебі шынымен де көмектеседі. Бұл менің үлкен қызыма көмектесті. Үлкен қызым мектепке дайын болып барды, ал мен енді кіші қызыма келесі жыл мектепке барады, сондықтан да кіші қызымды осылармен үйрету үстіндемін. Әрине ол өзімізге байланысты. Күніне 1 сағат, шынымен де күніне әр күн сайын 5 күнде 5 сағат бөліп отырсақ, мектепке барғанша келесі жылы 1 жылдың ішінде біраз нәрсені біліп қалады балаңыз. Сондықтан да рекомендую. Қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.